осылай жаздың жан тұрған күнде демалғанға не жетсін? Мәссаған, қасымызда осындай бассейніміз бар. Кайф қой, просто кайф. Просто демалу керек осылай. Ё-моё, менің братишкам мен чоп қойды екен, давайте тездетіп бір өзіміздің темір адамның үйіне барып қайту керек деп мына екеуі не ағып жатыр? Чо там не істеп жатсыңдар екеуің? Мәссаған, күннің астында қыздырынып. Чо там, короче, менде бір план бар, давайте екеуі менің артынан еріңдер. Бүгін біздер деген темір адамның, халықтың, Человек-паук, Тор, жаңағы такым рет, ё-моё, Черный пантера, в общем, солардың базасына барамыз. Бүгін бізде дейтін маңызды шаруа, короче, олар бізді қонаққа шақырып отыр. Давайте кеттік, бәріміз барып қайтайық. Чоп, давай, құлап қалма, давай, мықтап ұстап отыр, қазір жолда құлап қалып жүрме тағы да. Так, мінекей базаға келдік. Енді давайте кеттік, кіреміз. Менің артынан еріңдер, давай жүгіріңдер. Ассалаумағалейкум, жеги, пиги, миги, жумонг, жетли, қалайсыңдар? Мәссаған, мыналар кімдер? Мынау скибиди туалет емес па де? Мыналарың қайдан пайда болған сендердің базаларыңда? Уағалейкум ассалам, Франклин, өзің қалайсың? Менде сол бәрі жақсы ғой, үйде жатыр едім, ішім пысып. Жақсы, онда Франклин, біз саған скибиди туалеттердің қалай пайда болғанын айтып берейік. Бізде, короче, ең қызық деген бір оқиға болып тұр. Бұл оқиғаны естігенде өзімізде шок болдық. Саған қандай оқиға, бәрімізге айтсаңдаршы, қызықтырмай. Соны айтам, жігіттер, бәрімізге айтсаңдаршы, бізде естейік. Так, ол қандай оқиға, сонымен менде естігім келіп жатыр. Саған адамды интриговать етіп қызықтырып қойдыңдар ғой. Короче, біздер деген скибиди туалеттер туралы бір оқиға айтып береміз. Саған сонда бұл оқиға скибиди туалеттер туралы ма не? Менің айтайын деген оқиғам осы скибиди туалеттер туралы. Ал қазір сендердің алдарыңа бір кішігірім бейнеролик қосып жіберейін, соны қарап өтіріңдер, короче. Достар, давайте бәріміз бірге скибиди туалеттің өмір баянын қарап жіберейік. Сол үшін лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар. Мәссаған, мен қайдамын өзі? Менің анашым қайда? Так, мен қайдамын? Ё-моё, мынау немене тоғырып жатыр ма? Эксперимент па, чё за фигня мынау? Экспериментіміз сәтті өтті, әріптестер. Ал енді өзіміздің экспериментіміздің соңғы кезеңін мен доктор Эгман жалғастыратын боламын. Ал қанеки, мына кішкентай баланың басын скибиди туалетке айналдырамыз. Хопана, әріптестер, мінеки біздің скибиди туалетіміз дайын болды. Енді бұны біздер жер астына көмеміз. Доктор Эгман, мені күт. Мен бұл әлемге қайтадан оралдым. Менің басымды осылай туалетке тыққан доктор Эгман деген зұлым мені қайтадан тіріледі деп ойламаған шығар. Мен оның сәтсіз эксперименті болсам да, бірақ өз кегімді алмай қоймаймын. Менің басымды осылай туалетке жапсырып қойған доктор Эгманның кегін алып, короче, быт-шытын шығарып бұл әлемнен жоқ қылатын боламын. Достар, менің атым Сети. Мен өз досымнан айырылғанмын кішкентай кезімде. Досым білмеймін, бір эксперименттен қаза болды. Ал мен міне жұмыс жасап, есейіп, сабақта оқып, өз өнеріммен ақша тауып жүрмін. Мінекей, мен дейтін 19 жасқа да, 20 жасқа да, 21 жасқа да келіп, әскерге барып, өзімнің күшімді дамытып, тіпті мен жұмысқа тұрдым. Ендігі менің өмірімді осылай жалғастырып көресіздер. Ох ты, ё-моё, жұмысқа бару керек екен ғой. Мәссаған, кешігіп барамын. Так, машинама отырып жұмысқа барайын. Әйтпесе тағы да басеке ұрсып жүрер. Мәссаған, мына жер менің есімде. Мына жерде менің басымды осы туалетке тығып қойған. Яғни бұл эксперимент істейтін лаборатория емес па? Мінекей көріп тұрмын. Мынау әлгі доктор Эгманның дәл өзі. Мынау ешақпас қалай жер бетінде аяқ басып жүр, әлі түсінбедім. Қалайсыңдар, әріптестер? Бүгінгі экспериментімізді бастайық. Мына кішкентай балдар біздің экспериментімізге керек болады. Енді бұларды біздер қасақана өлтірмесек те, бұлар біздің экспериментіміздің... Мынау кім? Мәссаған, мынау скибиди туалет емес пе? Мәссаған! Қалайсың, доктор Эгман? Мені сағынып қалдың ба?
Доктор Эгман, мынау кім? Мынаны танымадым ғой мен дейтін. Мынау кім? Сенің экспериментің бе бұл сонда? Бұл скибиди туалет, бұл менің экспериментімнің сәтсіз өткен бір нәтижесі болған еді. Ешақпас доктор Эгман, сен маған істеген жауыз қылықтарың үшін қазір мойныңмен немесе басыңмен болсын жауап бересің. Ал енді қазір мен сені осы әлемнен жоқ қылып жіберемін. Кешір доктор Эгман, мен сендерге. Ей, маған не болып кетті? Мәссаған, менде скибиди туалетке алып кеттім бәне? Жоқ. Түсінбедім. Доктор Эгман, сен де скибиди туалетке алып кеттің бе? Өзіңе сол керек. Енді сен маған бағынасың. Бағынбасаң білесің ғой не болатынын. Мен сені бұл әлемнен жоқ қылып жіберемін. Қайта сені тірі қалдырғаныма рахмет айт. Давай, так что менің артымнан ересің. Ендігі сен менің айтқанымды істейтін боласың. Доктор Эгман, саған тапсырмам бар. Давай сен маған өзіңнің күшіңді көрсетуің керек. Біздер мына базадан тірі шығуымыз керек. Мына әскерлердің бәрінің көзін жой. Мен саған доктор Эгманның болғаны қандай жақсы болды. Маған төкте болмайды, ал доктор Эгман мені қорғап жүретін болады. Давай, қызметші доктор Эгман, мыналардың бәрін өлтір. Молодец, ой молодец. Так, мінекей біздер бүгін осындай бір іс тындырдық. Енді не істесек болады екен, тағы? Фух, ё-майо, жұмысқа кешігіп қалдым ба деп едім. Сәтте үлгердім. Жақсы болды ғой. Басекеден де ұрыс естімейтін болдым. Так, давайте онда жиналысқа жақындай берейік. О, қалайсың Майкл? Жақсы, Сети, өзіңде қалай? Кеттік, жиналыс қазір басталады. Болды бауырым, айтсаң болды ғой. Мен бүгінгі жиналысқа дайынмын. Айтпақшы, Басекеңнің көңіл күйі қалай, жақсы ма бәрі? Мен саған оны айта алмаймын. Басекең өте ашулы. Қой, соншама не болып қалды Басекеге? Жақсы, қазір онда кеңсеге кіргеннен кейін бәрін білетін боламыз. Мен саған, бірақ менің бір жерім қатты шапалақ ұрып тұр. О, ассалаумағалейкум Басеке, қалайсыз? Бізді не үшін жинап едіңіз? Айта берсеңіз болады. Ей, сұмдықты қараңдар жігіттер, біздің лабораторияға шабуыл жасап кеткен. Сендер өздері білесіңдер ма, не болып жатқанын қараңдар. Мына скибиди туалеттен бәле шығып, біздің лабораторияны қиратып жатыр. Басеке, сабыр сақтаңыз, бұндай жағдай болып тұрады енді, не дегенім мен. Басеке, мен танимын, скибиди туалет дегенде, бұл менің бала кездегі досым. Маған осы тапсырманы беріңізші, мен өзім құтқарамын оны. Қуасың ба, Сейти, қайдағы құтқарған? Оның көзін жою керек, білмейсің бе не? Ол өте қауіпті, тіршілік иесі. Басекенің айтқаны дұрыс, скибиди туалет біздің қалаға өте қауіпті. Жарайды, бәрін түсіндім. Түсінсең бар онда, әскерлердің бәрін алып, осы скибиди туалетті тоқтатыңдар қайткен күнде де, әйтпесе аямаймын. Құт болады Басеке, маған тапсырғаныңыз үшін көп рахмет. Ах, бәлем, скибиди туалет, ё-майо, не тындырып жүрсің сен, ё-майо? Айтылған жерге келдім, скибидиді көріп тұрмын, түк өзгермепті, сол баяғы үй, сол баяғы түр. Мен саған бала кездегі досым, сен мұнда не істеп жүрсің? Сен қалайша зұлым болып кеткенсің, мен әлі де таң қалып тұрмын. Жақсы, мен қазір барынша тоқтатуға тырысамын. Басеке, мен оны көріп тұрмын, маған қосымша әскер керек, әйтпесе анау шынымен де өте қауіпті секілді. Маған шынымен де қосымша әскер керек. Жарайды, қосымша әскер жібердім. Так, ё-майо, далада бір шумдар шығып кетті ме? Көшелер шулап кетті ме? Қазір далаға шығып көрейінші, өзі не болып кетті? Ах ты бәлем, мыналар немене? Полицейскийлар ма? Бұлар менің үйімнің жанында не істеп жүр? Досым, саған не болған? Сен өзі не істеп жүрсің? Тоқта, не қуып кеттің? Қайдағы дос? Мен сенің досың емеспін. Бала кездегі достық, ол бала кезде қалған. Досым, не айтып тұрсың? Сен біздің қаламызды қиратып жатырсың. Қаланы қирату себебім, сендер кезінде маған өте ауыр эксперимент істегенсіңдер. Жарайды, онда өзіңнен көр. Ал давайте, мынаны ат тастаңдар. Күлкімді келтірмеші, қайдағы ат тастаған? Сендердің мына пистолеттеріңдегі оқтар маған түк те әсер етпейді. Менің көзімді жою үшін аса құдіретті қару керек. Сонында білмейсіңдер ме? Жарайды досым, кешір онда. Біздің оғымыз өте ме өтпей ме, қазір оны іс жүзінде көреміз. Жігіттер, сендерге мына скибиди туалет дейтін мақұлықты атуға мен келісімімді бердім. Давайте, так что атып тастай берсеңдер болады, ал мен кеттім. Үшке дейін санаймын, қолымды көтер, әйтпесе атамын.
Жігіттер, сендер өздеріңе айтып тұрсыңдар. Мен сендерге бағана айтқан емеспін ба? Маған сендердің оқтарың өтпейді. Мә сендерге. Эх, жігіттер, сендерге айттым, менің қасыма жоламаңдар деп. Ал әлгі бастықтарың қайда? Бағанағы сандырақтап тұрған менің досым анау-мынау деп. Ал мінекей келдім. Полицейский базасына. Қайда анау? Білмеймін, мен ешкімді көрген жоқ. Басеке, давайте онда мына отделениеға кіріп ішін тазалап қайтайық. Сенің бұл идеяң маған қатты ұнап тұр. Давай онда осы полицейский отделениясына кіріп, осылардың ішіндегі полицейскийлардың бәрін қырып жойып, бытчыттарын шығармадық па? Бізде басқа амал жоқ секілді. Оқты, мына жерде офицер тұр ғой. Тоқтаңдар, сендерге бұл жаққа кіруге кім келісім берді? Қолдарыңды көтеріңдер. Бауырым, өзің қайдан шыққан батырсымақсың? Жолымыздан кет, бұлай әйтпесе қазір фарш боласың. Мен 3-ке дейін санаймын. Егер қолдарыңды көтермесеңдер, онда мына пистолетпен ат тастайтын боламын. 1, 2, 3, қолыңды көтер. Бауырым, сенің өзіңнің есің бар ма? Біз саған айтып тұрық қой, жолымызға бөгет болма, әйтпесе өзіңнен көресің деп. Мен сендерге ескертім. Мә саған. Так, давай, қашамыз, тревога, біздің басамызға шабуылдап жатыр, тревога, маған өмірім қымбат, қашу керек маған. Ақ дей бәлем, қайда қашып құтылам деп ойладың? Бері кел, сен немен жайбарақат жіберіп қояды деп тұрсың ма? Өзіңнің пистолетіңмен атқанымен мен әлі тірімін, мен әлі өлмеймін, көрдің ма? Маған оқ өтпейді. Бері кел бәлем, қазір сені ұстап алайын, тірі жібере қоймаспын. Саған, сен біздің алдымызға өзің бөгет болдың, ал біз саған тиіскіміз де келген жоқ еді. Жарайды, тоқтамайды екенсің, онда қазір сені машиналармен бірге жарып жіберетін боламын. Ай, жоқ, көмектесіңдер, мынауың өзі қуама, мына Скибиди деген менің артынан қалмайды. Жоқ, маған өмір қажет, бәлен, болмайды, маған өмір қажет. Маған бір ой келді, мына полицейскийді да Скибиди полицейға айналдырып жіберсем қалай болады екен? Оқты, как раз қараңыздар, мынау менің тұзағыма түсті. Саған, қалайсың, доктор Эгман Скибиди? Маған бір ой келді. Қазір мына полицейскийді да біздер өз қатарымызға қосамыз. Ал, давайте бері кел. Жоқ, Скибиди, қойыңдаршы. Енді қара сендердің алдарыңа бөгет болмаймын. Маған өз өмірім қымбат. Мені үйімде кішкентай қызым күтіп отыр. Жоқ, жіберіңдерші. Маған дейтін өзімнің адам өмірім қымбат. Мені ешкімге де айналдырмаңдаршы, пожалуйста. Жоқ, кешір, сен бізге керексің. Басеке, менің реактор сөйлем дайын. Ал енді бұны біздер өз қатарымызға қоса берсек болады. Саған. Маған не болды? Біздің қатарымызға қош келдің, полицейский Скибиди. Саған, мен өзімді бір түрлі сезініп тұрмын. Ондай болып тұрады басында, жүре келе үйренісіп кетесің. Сендердің қандай жоспарларың бар? Ендігі не істейміз? Мен бәрін білгім келеді. Енді сендердің қатарларына қосылғаным үшін. Ол жағын уайымдамаңдар. Давайте жүріңдер, полицейский отделениеға барамыз. Ал, мен сендерді барлықтарыңды осы жерге жинаған бір себептерім бар, короче. Оны қазір сендерге айтып беретін боламын. Давайте бәрің бір қатарға тұрыңдар. Содан кейін сендерге де айтып беретін боламын. Короче, менің аз ғана өмірім қалды. Немесе мен өлем, немесе өз күшімнен айырылам. Сонда сен бізге не айтқан келіп тұр соншама? Соңына дейін тыңдасай, жексұрын. Жарайды, Басеке, айтсаңыз болды. Жалғастыра беруіңізге болады. Кешірім сұраймын. Мен не өлемін, не күшімнен айырыламын. Ал мен бұған жол бергім келмейді. Егер мен өлсем, онда сендер тірі қалып қоясыңдар. Ал мен өзіммен бірге сендерді де арғы өмірге алып кетемін. Так что дайыңды алыңдар. Сендерге. Саған сонда Скибидидің өмірі осылайша аяқталды ма не? Ё-майо, қазақта бір история екен. Жақсы достар, сіздерге осы видеодан лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. И чао.